Құрметті емдеушілеріміз, бүгін донорлық программалар туралы айтып кетсек, бізде бірнеше түрлері болады. Донорлық ағзациттер деп айтамыз. Сау әйелдердің донорлық жасушаларын пайдалануға болады. Олардың болады криобанкта қатырып қалған түрлерінде, және сол программада ұрықтандыру жасату бірге пайдалануға болады. Және кейде біз ер кісілердің бедеулік кезде человектің донорлардық клеткаларын пайдаланамыз. Солар бізде банк ретінде бар. Сіздер оны таңдай аласыздар. Толық мәлімет алу үшін және оның әр программаның көрсеткіштері болады. Соны білу үшін сіздер бір алдын ала біздің приемдарымызға жазылып мәлімет алсаңыздар болады. Егерде сіздің сұрақтарыңыз тағы да болса, осы номерге жазып сұрауға болады. Сіздерге бәріңізге сәттілік тілеймін.